Давайте. Әкең ретінде қадірімді білейін дедің бе? Мұны көптен күткен едім. Әр нәрсенің қайыры бар деген. Міне көрдің бе, әкеңнің бар екені есіңе түсті. Сенің мәселең Санжарда емес, менде екенін білем. Мен саған уәде берем. Бейне жазбаны прокурорға берсең, мен алысқа кетем. Егер бір отбасы болып, менің жанымда тұрғың келсе, сен де жүр, бірге кетейік. Бірақ Санжарға мұндай қиянат жасамаш, өтінем. Сонда қай жаққа кетпексің? Қайда? Білмеймін. Саған оңтүстік Америка ұнайды. Бір қаланы таңда, сол жаққа кетейік. Рио. Жарайды, кетейік. Жоқ, болмайды. Менің бүкіл өмірім ұшақтарда өткенін білесің. Осы жақ жайлы. Оның үстіне Мелектің отаны әкесі болғанын қалаған жоқсың ба? Сонда сенің әкең барда Мелек әкесіз өсе ме? Болмайды. Әкесін түрмеден шығарсам, Мелекті жеке жайда қалдырамыз. Қызымның өз үйі, өз отаны болады. Менде болмаған ыстық үйі, қызымда болсын. Жарай ма? Сол. Менде болмаған ыстық үйі, қызымда болсын. Солай дейсің бе? Мелекті де тастаймын де. Сен менің балалық шағымнан айырдың, әке. Сен мен Мелек үшеуміз бақытты болып тұра алмаймыз. Бұған дейін бірге тұрып көрдік қой, ештеңе шықпады. Ең болмаса қызым әкесімен, әжесімен үлкен отбасының еркесі болып өссін. Санжарды шығар, кетейік. Жоқ, болмайды. Онда көңілім тыншымайды. Сені емханаға жібергенім есіңде ме? Мелек жаныңда болмаса сен есіңнен адасуың мүмкін. Жоқ. Әке ретінде мен бұған шыдай алмаймын. Осы саған не керек? Мен не үшін есеп айырса алмай жүрсің? Қызым, мен сенің қамыңды ойлаймын. Жаңа ғана шаруаның баласы үшін қызыңды тастап кетпекші болдым. Махаббат ба, аңыз ба бірдеңе дейсіңдер ғой. Сол бос әңгіме. Онымен бәрібір бақытты болмайсың. Гедізге күйеуге тисең отбасылы боласың. Санжар Мелекті көрмесін деп жатқан жоқпын. Мелектің апасы да, атасы да, Гедіздей ағасы да болады. Көрдің бе? Бір шешіммен қаншама адамды бақытты қылуға болады. Байқадың ба? Қаншама адамды бақытты қылуға болады. Санжар екеумізден кек алғым келеді. Екеуміздің де қиналып өлгенімізді қалайсың? Санжарға қатысты келсемін. Маған көрсеткен қорлығын ұмыта алмаймын. Ал сені қинағым келмейді. Нәре, бұл мәселеге басқа жағынан қарасаң, мені түсінетін едім. Ақынды мен өсірдім. Егер ана шаруаның баласы болмағанда сен де ақынды сүйер едің. Екеуің үйленетін едіңді. Бәрі сол шаруаның баласының кесірінен бұзылды. Ақын соның кесірінен есінен адасты. Саған да өзіне де маған да істемегені қалмады. Мен ұлымнан айырылдым. Бәрі ана оңбағанның кесірінен менің отбасым бұзылды. Сол үшін жауап бермей ме? Сені де, ана ақын сілімтікті де жек көремін. Сені қызың ретінде бір сәтте жақсы көрген емеспін. Гедіз жақсы көрер. Егер өмірімізде Егер өмірімізде Санжар болмаса, сен де оны сүйіп кетерсің.
ол ақынның орнын баса алатынын сеземін. Дұрыс па? Тыңдап тұрмын. Санжар мырза анасы туралы естігенде жындана жаздады. Тіпті мінез көрсетпек болды. Қазір мына жерден шығудың жолын ойластырып жатыр. Онда оның тезірек шығуына көмектесейік. Санжар мырзаны уайымдатпайық. Ой, господи. Что там еще? Гедес, 5-я страница. Гедес. Сол возьми? Да. Санжар, біріміз ары қарай баруға болмайды. Кеттік ал. Моя гувенка. Алла, бұл аң қай жақты мекен дейді? Түсінікті. Сонда ол не жейді? Не ішеді? А ты здесь прочитал, да, свои дорожки? Да. Ештеңе. Ештеңені ойымдама, балақай, бәрі жақсы болады. Қалаймыз, істегенсіңе ризасың ба? Санжар менің емес, сенің кесірінен осы халге түсті. Басқаларды кінәлағанды қоятын уақыт келді. Өзіңнен көр, қызым. Өз өміріңді тоздырғаның аздай. Қызыңның да, ана шаруаның да, оның отбасының да өмірлерін талқандадың. Сен өмірлеріне араласпағанда олар бақытты болатын еді. Сен бұлай шектен шықпа. Нәре онсы да бәріне өзі кінәлайды. Енді келіп сенің Санжарға істеген ісің үшін оны кінәлауыңа жол бермеймін. Не десең о де. Нәре білет. Бұдан бұлай Санжар қандай жағдайға тап болса да, сендер кінәлі боласыңдар. Сен осыны ойла. Әкеңнің айтқанын істемеу үшін бейгін адамның өмірін талқандап, ары қарай өмір сүре бересің бе? Қалайша? Мен сенің бар ғой. Шаршасан демал, не қылдайсың? Сен келсең, мен де келсем. Жеңілгенімізді мойындайық. Санжардың қандай жағдайға тап болғанын көріп тұрмыз. Досың, серігің болуға уәде берем. Саған ешқашан қол тигізбеймін. Саған ғашық болдым. Шынымен неке құрғанымызды қаладым. Мұның ондай неке болмайтынын білем. Не істеу керек болса, соны істеуге дайын. Санжарды құтқаруымыз керек. Қазір қырсығатын уақыт емес. Өйткені Санжар мен Эфе оғылы отбасын сен екеуміз ғана құтқара аламыз. Маған бекер ғашық болғансың. Өміріміздің не болып кеткенін қара. Маған үйлену жақсы ой дейсің бе? Сен осының бәріне өзіңді кінәлайсың ба? Енді кімді кінәлайын, Гедес? Мен осында келгелі. Мен осында келгелі. Эфе оғлылардың өмірі талқандалды.
Мен келмегенде Санжардың әйелі болатын еді, балалы болатын еді. Екеуің бір-біріңмен дұшпан болмас едіңдер. Мен келмесем, Мелик екеуміз жалғызсырайтын едік, әрине. Бірақ Ефе оғлылардың өмірі ойран болмас еді. Қазір маған үйренейік деп отырсың. Сонда өзіңді, отбасыңды мүлде ойламайсың ба, Едіс? Менің басымдағы қарғыс сендерге әсер етсеші. Менің ешкіммен санасатын шамам жоқ, Нәре. Санжардың халін білесің. Әкеңнің оған тағы да зиян келтірмейтініне сенімсің бе? Мен досымның түрмеде өлуіне жол бермеймін. Жол бермеймін. Или өле берсін ба? Ой, Господи. Қош келдің, Нәре. Кіруге болады, боспын. Осы жолы сен жеңдің. Мұны мойындаймын. Жеке жайды қайтарып бересің. Санжар тез арада босап шығуы тиіс. Және бұл келісім туралы ешкім білмеу керек. Әсіресе Санжар естімеу керек. Егер білсе, жеке жайға қайтып бармайды. Бұрынғыдай өмір сүрмейді. Мен келсем, бірақ ол өзін кім құтқарғанын білгісі келетін шығар. Ол жағын маған қалдыр. Өзім реттеймін. Тағы бір шартым бар. Сен көп нәрсе сұрап кеттің. Жарайды, айтып бар. Санжармен қоштасқым келеді. Да ради Бога, кто тебя держит? Гедіз мырза, біреу көрсе бәлеге қаламыз. Алаңдама, бауырым, кім көреді? Гедіз ғой. Алаңдама, бауырым, кім көреді? Санжар мырза баласында көре алмай ма? Санжар мырза баласында көре алмай ма? Сенің де бала шағаң бар шығар, бауырым. Бір жағдай болса, басшыларыңмен өзім сөйлесем. Мелик Ехе. Санжарды оқып кеттім сен? Күнім, ағаң сенің жолыңда құрбан болсын. Салмақ қосқансың ба, қалай өзі? Үйге қайтсаңдар апарайын. Эльван, сендерді Гедіз апарсын. Кездескенше, қызым. Яке, сенімен сөйлесуге бола ма? Қане, кеттік. Тыныштық па, не болды? Қорқатын ештеңе болған жоқ. Бар болғаны сенен көмек сұрағым келеді. Егер маған көмектессең, Санжар түрмеден шығады. Жеке жайды қайтарып аласыңдар. Халиса ханымда ота жасатады. Мұның бәрі қалай болады? Сиқырлы таяқ тауып алдың ба? Қалай болатын маңызды емес. Бәрін сен істет деп айтамыз. Чего? Көп рахмет, досым.